Сәлем достар, сіздерге орыс жұртына даңқы шыққан Матвеев деген суретшіні қалай суретші болғаны туралы айтқым келіп тұр. Сондықтан парақшаға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Ал біз бастадық. Ресей. Сол кездерде адамдар патшалардың бабасы ретінде Петр Великий деген кісіні қатты құрметтеген деседі. Ал сол Петр бір күні шіркеуге келеді. Шіркеуге келген кезде көп адамдардың ішінен ар жағында үңіліп тұрған, қайта-қайта патшаға сығалап қарай берген, бөркімен қалқалап, әлде бір нәрсені сызып тұрған балаға көзі түседі екен. Ал адамдар тілек тілеп болған соң жұрт екі жаққа жарылып патшаға жол береді. Сонда патша тұп-тура жаңағы балаға барады. Ал бала оны менсінбей де қарамай да қояды. Бала сызумен болып тұрып, тіпті патшаның қасына келсе де байқамай қалады. Сонда жұмсақ шыраймен патша сұрайды, не қылып тұрсың дейді. Сонда бала, сіздің жүзіңізді жазып алайын деп едім дейді. Оны не қылмақсың балақай дейді. Даңқыңыз дабалдай жер жүзіне жайылған патшам екен. Сіздің суретіңізді сызып алып, өміріме шейін бойымда сақтайын деп едім дейді. Кәне көрсетші деген сөзі ести сала баланың жүрегі аузына тығылады. Сөйтсе де сызған қағазын әдеппен патшаның қолына береді. Қараса сурет реңді де емес. Әйтеуір өз білгенінше сыза берген. Бала ол күнге салуды қайдан білсін. Солай да болса, қылты патша баланың талапты зерек екенін аңғарып, оқуға бергізіп, ақырында сол бала бүкіл орыс жұртына даңқы шыққан Матвеев деген суретші болған екен.